Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін осы мына бейнероликті дереу түсіруге мені бір нәрсе итермелетті. Жалпы бүгін осы Алматы қаласында өзімнің тікелей қызметім бойынша, жұмысым бойынша ары-бері жүру барысында менің көзім бірнеше мынандай ғимараттарды шалды. Мысалы, кетіп бара жатырмын орыс мәдениетінің үйі. Кетіп бара жатырмын Кавказ халықтарының мәдениетінің үйі. Ингуштардың мәдениет үйі деп сондай бір нәрселерді көрдім да, содан кейін аяқ асты өзімнің санамда мынандай сұрақ туындады. Осы қазақтың Қазақстанда сондай бір ғимараты бар ма екен? Жарайды, енді Қазақстанда қазақ мәдениетінің үйі деген нәрсе болуының өзі қызық шығар, ондай болмау да керек шығар. Бірақ бізде жалпы дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы ма, жоқ дүниежүзілік қазақтар одағы ма, сондай бір ұйым бар ғой. Сол осы ұйымның ғимараты қандай екен? Өйткені мына басқа ұлттардың мүддесін қорғауда ең бірінші олардың баратын жері сол өздерінің ұлттарының мәдениет үйіне барып, сол жерде шағымдарын айтады, сол жерде ұсыныстарын, өтініштерін айтады. Ал енді мына басқа жақтан, басқа елден, мысалы Қазақстанға турист болып келген қазақтар, олар осы дүниежүзілік қазақтар одағына ма, дүниежүзілік қазақтар қауымдастығына ма бару керек шығар деп ойладым да, келе салып интернеттен соны іздей бастадым. Осы дүниежүзілік қазақтардың одағының немесе қауымдастығының ғимараты қандай екен деп. Білесіздер ме? Қазақстанда, яғни Қазақстан енді бүкіл дүние жүзіндегі тұратын қазақтардың тарихи отаны болып саналады ғой. Қазақстанда дүниежүзілік қазақтар қауымдастығына тиесілі арнайы бір ғимарат жоқ екен. Сонда бұл байқұс үйім болып тұр ғой. Неге бұндай деген сұрақ қойдым да, мен неге Қазақстанда жалпы қазақ халқының тарихи отанында дүние жүзіндегі өмір сүретін қазақтарға пана болатындай, дүниежүзілік мемлекеттерде өмір сүретін қазақтарға көмек көрсететін ұйым, яғни дүниежүзілік қазақтардың одағы, дүниежүзілік қазақтардың қауымдастығында, менің ойымша Алматыда, Астанада, Шымкентте ортасынан ойып тұрып, бір үлкен мәртебесі бар көшенің бойында ең әдемі ғимарат салып беріп, соны міне дүниежүзілік қазақтардың қауымдастығының еншілігіне бердік деп неге жасамасқа? Сонда біздің қазақ ұлтының Қазақстанда өмір сүріп жатқан қазақтардың кәдімгідей бір еңсеміз көтеріліп қалады ғой. Егер елбасының салған астанасында, Нұр-Сұлтан қаласында, оңтүстік астанамыз Алматыда, 3-ші республикалық қаламыз Шымкенттің төрлерінде дүниежүзілік қазақ қауымдастығының ғимараты тұрса, патриотизм деген сол кезде дүние кеудемізде дами бастамай ма? Сондықтан да менің осы сұрақты айтқым келіп тұр, қойғым келіп тұр. Және де сіздердің пікірлеріңізді білгім келіп тұр. Неге? Қалай ойлайсыздар? Неге біздің Қазақстанда, қазақ халқының тарихи отанында дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының астанамызда, Нұр-Сұлтан қаласында және оңтүстік астанамыз Алматы қаласында неге керемет ғимараты жоқ? Осыны қалай түсінуге болады? Егер Қазақстанда дүниежүзілік Қазақстан қауымдастығына пана болатындай ғимарат болмаса, онда басқа нәрсені, басқа мемлекеттерде қазақтың мүддесін таптап жатыр, қазақтарды қысқылап жатыр, қазақтарды қысып жатыр деп айтқанымыз бос сөз болып көрінеді. Неге десеңіз, егер дүниежүзілік қазақтар қауымдастығына Қазақстанның өзінде орын табылмаса, онда байқұс қазаққа басқа жерден бір пана табады деп ойламаймын мен. Сондықтан ең бірінші біз Қазақстан қазаққа пана болатындай шет елдерде, шет мемлекеттерде өмір сүретін қазақтар келіп өтініш білдіретіндей бір ғимарат салып, сол жерге дүниежүзілік қазақтар қауымдастығын орнатып қоймасақ, онда менің ойымша қазақтың бірлігі, қазақтың егемендікке деген тартылымы, дүние жүзінде тұратын қазақтардың бірігуіне үлкен бір сұрақ белгісін қоюға болады. Келісесіздер ме, менімен келіспейсіздер ме, өздеріңіз білесіздер. Бірақ менің ойым былай, резюме жасаған кезде. Қазақстанда әрбір ұлттың өзінің үйі бар, өзінің ғимараты бар. Кейбір ұлттардың ғимараттары Астанамыз бен Алматы қаласының төрінде тұр. Неге тура сондай ғимарат
дүниежүзілік қазақтар қауымдастығына Алматы және Астана, яғни Нұр Сұлтан қаласы және Шымкент қаласында салынбаған? Осы сұрақ мені мазалап тұр. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.